23-ші дәріс ақшаны депозитте сақтау дұрыс па? 94-95 беттер. Бұл инвестицияға кіріспе деген бөлім, бір үлкен бөлім. Бұл бөлімде жалпы инвестиция деген не, акция деген не деп бір қызығып жүрген адамдар болса, соған бір кіріспе ретінде берілетін бір ақпараттар, инсайттар бар, бірақ бір терең қаржылық түсініктер талданбайды бұл жерде. Жалпы практикалық білім, яғни бұл нәрсені бізге білу қаншалықты пайдалы, бұл нәрсені біз білсек өміріміз қалай өзгереді, жалпы нені білуіміз керек, нені былайша айтқанда қатты зерттемей қойсақ та болады дегендей сұрақтарға жауап беріледі жалпы бұл бөлімде. Енді алғашқы жазбасы ол ақшаны депозитте сақтау дұрыс па? Біз бұған дейін айтып келдік, ақшаны өзіңнен алыс жерде сақта, жалпы ақшаны инфляция, құнсыздану жеп қоймайтындай, ақшаны бір дұрыс ұйымдастыр, дұрыс жерге қойып қой деген сияқты бір сөздер айтып келе жатырмыз осыған дейін. Сізде белгілі бір деңгейде енді Алла қалап қарызыңыздан құтылсаңыз, ақшаңызды дұрыс басқара бастасаңыз, әдетте қарыздан да құтыласыз, сосын сізде артық ақша пайда бола бастайды. Сол кезде келесі бір жақсы уайым, жақсы проблема, мынау көбейіп кеткен ақшаны не істеймін ары қарай деген бір ой пайда болады да сізде. Бұл жақсы ой негізі, бірақ бұған да білім керек. Мысалы мен ақшаны белгілі бір деңгейде оқып ұстай бастадым. Оқып ұстамасам да бір өте көп табыс түсіп кетті да маған. Сөйтіп мен оны ары қарай қалай сақтап, не істерімді білмедім да, шыны керек. Сөйтіп біраз қаржылық қателіктерді жасадым. Есіме түсіп отқаны, мен 2014 жылы ол кезде Казкоммерцбанк деген болатын. Қазіргі Халық банктың арғы атасы. Ол кезде Каспий банк жоқ, Каспийский банк болатын ол кезде. Қазіргі Каспий жоқ. Сол кезде Казкоммерцбанк негізі ең сенімді банк саналатын. Кәдімгідей, мысалы швейцарский банк сияқты Қазақстанда Казкоммерцбанкте ақшаңды сақтасаң, уайымдамай жүре берсең болады деген сияқты. Сөйтіп, мен артық ақшаларым пайда болды. Қателеспесем, 1,8 миллион сондай ақшам болды. 1,8 миллион ақшам болды. Сосын енді оны банкке бардым ғой, енді сақтау үшін. Енді ол кезде бір өте тақуа кездерім, өте бір діндар кездерім. Сол кезде маған банк қызметкері айтты да, мына ақшаны қайда салайық дейді да. Ол кезде текущий счет деген бар. Сосын депозит бар. Текущий счет деген кәдімгідей сейф сияқты ақша салып қоясың. Сейф сияқты ақшаға салып қоясың. Сөйтіп, ақшаң сол жерде жатқаны үшін сенен бір жылда бір комиссия алып отырады. Сонда сенің ақшаң азая береді да, ол жерде тұрса. Сондай еді бізде. Текущий счет деген болатын. Яғни қазірде енді мен шыны керек зерттеген жоқпын банктер қазір қандай қызметтері бар, жалпы аса бір қызықпаймын, бірақ ол менің қызықпауым минусым шығар. Сіздер бір қызығып зерттеп көріңіздер, ақшаны қазір сақтаудың қандай варианттары бар. Сол текущий счет деген болатын. Сол текущий счет деген нәрсеге ағымдағы счет қазақша. Соған салып қоясың ақшаны, ақшаң тұра береді, бірақ банк сол ақшаңды сақтаған үшін өзінде сенен бір комиссия алып отырады. Яғни сен ақшаң жата берсе азая береді. Сосын банк қызметкері айтты, бәлкім депозитке салып көрірсіз деді да. Депозиттің пайызы ол кезде есімде жоқ, бір 10%-ға дейін ғой деймін. 10%-ға дейін, одан көп емес. Сол кезде теңгемен. Сосын енді былайша айтқанда 1,8 миллион салып қойсаң, депозитке салып қойсаң, онда ақшаң өсе береді деген сөз да енді. Яғни ақшаң өсе береді деген сөз. Және бір вариант ұсынды, мынаны долларға айналдырып қойсаңызшы дейді, ауыстырып қойсаңызшы дейді, долларға ауыстырып қойыңыз, долларовый депозитте тұрсын деді. Мен оған да көнбедім, оған да қарсы болдым, не істеймін оны дедім. Сөйтіп, ол ақшамды мен алам ғой дедім де, енді ақша сақтауды білмеймін ғой. Сөйтіп жүрген кезде 2014 жылғы бұл, 2015 жылы жесткий девальвация болды, теңге құлады қатты. Сөйтіп, теңге құлағаннан кейін мен есептеп қарасам, егер де мен депозит емес, жай долларға ауыстырып, бағана 1,8 миллион долларға ауыстырып қойғанымда,
миллион 800-ім мен есептегем девальвацияны ескерген кезде 3 миллионға дейін, 3 миллион 400 мыңға дейін цифрларын шатасуы мүмкін, бірақ шамамен сондай. Яғни девальвацияның арқасында менің миллион 800 мың теңгем 3 миллион 400 мың теңгеге айналып кететін еді. Бірақ мен енді ақша білмеймін ғой, әлемде не болып жатыр, экономикалық үдерістерді білмеймін, зерттемеймін сол кезде. Сол үшін де сондай бір мүмкіндіктен айырылдым. Бұл халал жол еді негізі. Яғни миллион 800 мың долларға ауыстырып қоям, сосын доллар қымбаттаған кезде қайтадан теңгеге ауыстырып алсам, менде бағана миллион 800-ім 3 миллион 400 мыңға айналып кететін еді. Бұл халал жолы. Өйткені мен бір зат сатып алдым ғой, доллар сатып алдым ғой. Долларды сатып алдым да, сөйтіп сол доллардың бағасы өсіп кетті деген сөз ғой, былайша айтқанда. Долларды бір зат деп ойласа болады, машина деп ойласа болады, бір үй деп ойласа болады, болмаса бір қарапайым бір қымбаттайтын бір ұн бағанандай қант деп ойласаң да болады. Доллар зат қой кәдімгі. Сол долларды сатып алдым. Қайттан сол кезде қайттан сатқанымда сондай ақшаға ие болатын едім. Бірақ мен теңгемен сақтадым. Девальвация болды. Инфляция деген нәрсе бар. Инфляция деген нәрсені айтты, құнсыздану дедік. Яғни цифр бойынша 100 мың теңге тұр, бірақ инфляция 15% болса, ол 100 мың бір жылдан кейін 85 мың теңге сияқты болып қалады. Яғни қазір 85 мың теңгеге не аласың, бір жылдан кейін 100 мың теңгеге соны аласың деген сөз ғой. Инфляция 15% деген. Енді сұмдық инфляция. Сонда менің миллион 800-імді біріншіден инфляция жеді, екіншіден девальвация жетті. Менің сақтаған ақшам сабан болып қалды. Енді бір қатты айтқаным шығар, бірақ сабан болып қалды. Бұл менің ақшаны дұрыс сақтай алмағаным ғой. Енді депозитте сақтау дұрыс па деген сұрақ. Бағанағы мен Казкоммерцбанкке миллион 800 мың салған кезде, мен енді бағана тақуалығым ұстап, жоқ, мен депозит пайыз ол анау-мынау деп текущий счетқа сала салдым. Менде екі-ақ вариант болды ғой, текущий счетқа сала салдым. Сөйтіп текущий счетқа салған кезде не болды? Текущий счетқа салған кезде мен ақшам азайды. Мен бірақ бір жылға дейін жеткізбедім, сосын біреу қарыз сұрады, анау-мынау, сөйтіп ол ақшаны мен жаратып тастадым. Жалпы ақшаны сақтаған кезде көбейту мақсатымен ғана сақтау керек. Бұл бай адамдардың ойлау жүйесі, ойлау стилі. Ақшаны жай жинай берем деп сақтасаң, оны инфляция жейді, біреу ұрлайды, хакерлердің қолы түседі. Яғни ақша сақтаған дұрыс, біз насихаттаймыз оны. Ақша үнемдеу керек, ақша сақтау керек. Бірақ оны не үшін сақтау керек деген сұрақтың жауабы, оны сақтап, көбейтуді ойлап сақтау керек. Жай сақтап, кейін бәрін жаратып тастауды емес, жай жинай беруді емес. Көрдіңіздер ма? Көбі осы сақтауды ұнатпайды да, ақша сақтауды. Өйткені бағанадай бедное мышление, анау-мынау дейді. Әсте олай емес негізі. Өйткені байлық сол ақша сақтаумен жиналады ғой. Сен сақтай алмасаң, ойлашы, келген нәрсен бәрін жібере берсең. Бірақ оны көбейту мақсатымен. Ақша жинадың, көбейттің, тағы басқа нәрсеге инвестиция салдың, көбейттің, тағы сөйтіп жақсылықты көбейте беру керек та. Осылай ойлау тәсілі. Енді депозит деген нәрсеге келсек, дін тұрғысынан имамдарымыз, молдаларымыз, ғалымдарымыз айтады, бір ауыздан ол харам деп айтады. Бірақ бұл енді өте үлкен тақырып. Кімнің? Шамиль Әлеудиновтың трилогиясы бар. Егер мүмкін болса, соны оқып көрсеңіздер болады. Финансы триллионера, подсознательная бедность и богатство, деньги под контролем деген 3 кітабы бар Шамиль Әлеудиновтың. Енді маған қаржылық сұрақтарымды орнына қойып беріп, бір көмектескен сол кісі болды. Сол кісінің кітаптары, сол кісінің бағана 45 күндік марафоны десек те болады. Забек деп айтады енді. Марафон емес, забек. Яғни сол бір үлкен пайдасын тигізді. Сол кітаптарда бір жақсы талданады осы депозит тақырыбы. Ол жерде енді қысқаша айтсам былай да, елестетейік, мен енді депозитті қазір ақтайын деп атқан жоқпын, дұрыс түсініңіздер. Бірақ жай елестетейік. Бұрын
бұрын ақшаны шығарған кезде онда елдегі алтын қоры бар ғой, соған қарай шығаратын ақшаны. Яғни елде алтын қоры осындай, соған сәйкес ақша шығатты. Ақшаны жайдан жай печатать етпейді. Кейін 1970 жылдар ма ақшта мысалы доллардың өзі сол жылдардан бастап былайша айтқанда не істей бастады, жай печатать ете бастады. Мысалы қалайды да ақштың ФРС федеральный сол ФРС қазір аты есіме шығып тұр. Сол алады да айтады, мысалы давай біз мынанша доллар басамыз дейді, баса береді долларды. Кәдімгі принтерден доллар баса береді да. А бұрын ондай болмайтын. Бұрын кәдімгідей алтын қоры бар елдегі. Мысалы осыншама алтын бар, значит осыншама доллар, значит осыншама теңге басылу керек. Алтын қорына қарай ақша басылатын болған бұрын. Қазір экономика жай, сонда былайша айтқанда доллар деген жай қағаз болып тұр ғой негізі. Жай қағаз ғой енді. Жай қағаз, бір уәде. ақштың экономикасына деген сенімің сенің. Сол кезде ол ойлашы енді, депозитті алтыннан емес, сол жай принтердан басып атқан ақшаға депозит деген нәрсе ғой енді. Бұл жерде енді риба деген нәрсені былай ғой, риба деген негізі банк жүйесінен гөрі екі адамның арасында жақсы байқалады да риба. Мысалы былай, мен алам, саған бір зат берем, сенен қайтаратын кезде содан көбірек қып қайтарсаң, онда қайтаруды талап етсем, ол риба болады. Яғни мысалы мен ол ақша болуы мүмкін, ол қағаз болуы мүмкін, зат болуы мүмкін, картошка болуы мүмкін, любой нәрсе мен сұрайым сенен, сұрайымда, сосын сен маған айтсаң бүйтіп. Енді қайтаратын кезде, мысалы, бір картошка сұрайсың менен, мен саған бір картошка берем, сен менен сұрасаң бүйтіп айтсам, былай шарт қойсам маған. Мынаны қайтаратын кезде екі картошка қойып қайтарасың десе, риба. Яғни үстіне алған нәрсенің үстіне пайыз қосу, бұл риба да енді. Таза риба адамның. Ақша да солай, мысалы. 100 мың теңге қарызға беріп, осыны 120 мың қайтарасың десең, риба. Енді банктың жағдайында қалай, депозит деген нәрсе қалай жұмыс істейді? Енді былай есептейік. Мысалы, елдегі инфляция 15% дейік. Одан да көп қой негізі. Және депозиттің пайызы 15%. Депозиттің 15% пайызы деген сөз не деген сөз? Яғни сен 100 мың теңге салсаң, бір жылдан кейін сенің 100 мың теңгең 115 мың теңгеге айналады. Банк саған 15 мың теңге қосып береді. 15% қосып саған берген ақшаңа рахмет ретінде қайтарып береді. Бұны да депозитті де не дейді? Риба дейді, харам дейді. Енді есептейікші. Инфляция 15%, депозиттің проценті 15% пайыз. Енді ойла, сен егерде жай депозит емес, жай шотқа салсаң 100 мың теңгені, сенің 100 мың теңгең бір жылдан кейін 85 мың теңгеге айналып қалады. Яғни не деген сөз? Сенің бағанада инфляция сенің 100 мың теңгең жеп қойды. 15%-ін жеп қойды инфляция. Ал енді депозитке ақша салу арқылы сенің ойың мынандай болса ше. Мен инфляция бар екен білем. Мен инфляциям ақшамды жеп қоймасын деп, мен оны депозитке салам. Былайша айтқанда 15% плюс қой депозит. Сонда сенің 100 мың теңгең келесі жыл 115 мың теңгеге айналады. Бағанағы 15% инфляцияң бар. Сөйтіп қайтадан ол жийтті. Сонда депозитің инфляцияны жауып отыр деген сөз да. Жауып отыр дегенде тұтастай емес, бір бөлігін жауып отыр деген сөз. Яғни депозиттің пайызы сенің инфляцияның пайызын жеп отыр деген сөз да. Бірге бір тең деген сияқты. Осы логикамен қарасаң, бұл енді менің бір депозитті ақтап атқаным емес, тек бір ой жүгірту. Депозитке деген көзқарас тым радикал болып кетпесін деген ой ғой енді. Яғни депозитті зерттеп көріңіздер. Инфляцияны түсінген адам бұны жақсы түсінеді деп ойлаймын. Депозит сонда ақшаны көбейтудің жолы болмай қалады ол кезде. Ол ақшаның шынымен сақтаудың жолы болып қалады. Қалай? Инфляциядан сақтаудың жолы болып қалады депозит.
бірақ мен депозиттің фанаты емеспін, депозиттің ақтаушысы емеспін, өйткені депозиттен де мықтырақ құралдар бар, оны кешірек айтармыз. Бірақ жалпы депозитке деген көзқарас солай өзгеруі мүмкін деп ойлаймын. Яғни депозит бағана рибадағы ниет ақшаны көбейту ғой. А депозиттің былай по сути қарасақ, депозит ақшаны көбейтіп жатқан жоқ қой. Ол инфляциямен жарысып жатыр да. Инфляция жейді, депозит қосады. Инфляция жейді, ақша депозит қосылады. Сол сияқты депозиттің функциясы ақшаны көбейту болса, я сөзсіз ол риба. Бірақ та бағанадай инфляциядан қорғайтын құрал ретінде қарасаң, сен оның өсу тұрмақ, жай бар ақшаңды сақтайтын бір функциясын байқайсың оның. Бірақ осы депозиттің логикасымен басқа инструменттер, халал инструменттер түсінуге болады да. Акция деген нәрселер бар, ETF деген нәрселер бар, оны кешірек айтармыз. Бірақ мен ол салалардың маман емеспін, акция, ETF дегендерін. Бірақ жалпы сіздерге таныс емес адамдарға таныстырып бере алатын деңгейде білім бар деп ойлаймын. Сол үшін осы кітапқа енгіздім. Кіріспе ретінде ары қарай өздеріңіз дамытып оқып аласыздар деп ойлаймын. Сонымен депозиттің осыны бір ойланып көру керек, ой жүгіртіп. Депозиттің сондай бір функциясы. Енді депозит деген қалай жұмыс істейтінін кітапта жазғам. Қысқа ғана жазба екен, бірақ біраз нәрсе қамтылған екен. 2-ақ бет, бірақ әр абзацының бір несі бар, мәні бар, білімі бар дегендей. Депозит қалай жұмыс істейді? Депозит былай жұмыс істейді. Мысалы, банкке сіз депозитте айтады, осындай, Данияр мырза, бізге 100 мың теңге салыңыз, келесі жылы сізге 115 мың теңге қайтарамыз. Біздің 15%-тік пайыздық үстемеміз бар дейді. Енді мен депозит харам, анау мынау деген нәрселерді білмейтін болсам, мен айтам, күшті, давай. Күшті ғой енді. Ақшаң 100 мың теңге, 115 мың теңге айналып жатады. Сөйтіп, давай деп алам да, сөйтіп мен келсем олардың шарттарына. Сөйтіп сол кезде сол банкке менің Арман деген досым келеді да, айтады, маған кредит беріңіздер, маған қарыз керек, шұғыл ақша керек болып жатыр, анау-мынау дейді. Бізде банктер айтады, Арман мырза, біз сізге кредитті 25%-пен береміз дейді. Сізге қанша мың теңге керек дейді. Арман айтады, маған 100 мың теңге керек дейді. Онда мінекей сізге 100 мың теңге, бір жылдан кейін 25% 125 мың қып қайтарасыз. Енді бір жылдан кейін деген рассрочкамен, анау-мынаумен бір жыл деп есептейік. Сонымен Арман мырза окей дейді. Бізде адамдар договорды оқымайды ғой. Договорды оқымайды, сосын алады да договорды оқымайды, сөйтіп не істейді? Келсе кетеді. Сөйтіп Арман мырза 100 мың теңге алады да, бір жылдан кейін 25 мың қып қайтарады оны. 125 мың қып қайтарады. Банк не істейді? Банк неге ол бәріне қарыз бере береді? Өйткені депозитке салатын адамдар бар ғой. Депозитте ақшасын ұстайтын адамдардың ақшасын алады да, Арман сияқты жігіттерге бере береді. Сөйтіп алады да, Арман бір жылдан кейін 125 мың береді. Банк алады да 125 мыңның 100 мың теңгесі менікі ғой, Даниярдікі ғой. 100 мың теңге маған береді, болмаса жата берсін дейді. Бағана пайызы 25%-тің 15%, 15 мыңын маған береді, өйткені маған уәде етті ғой, депозит 15% қой. Мен мәзбін, қалған 10%-ін банк өзі алады. Сонда банк депозитте ақша ұстайтын адам мен қарыз сұрайтын, кредит алатын адамның арасында отырып, арасында пайыз жеп отыр да енді, 10%. 10 мың теңге тапты да, 100 мың теңгеден 10 мың теңге жасап алды да ол. Яғни не деген сөз? Депозит осылай жұмыс істейді. Сонда адамгершілік тұрғыдан қарасаң, сен депозитке ақша салған сайын, бағанағы Арман деген жігіт сияқтыларды қанап жатырмыз да біз, қинап жатырмыз. Ол деген ана екі жерде жұмыс істеп, таксовать етіп, бала шағасынан жырып, артық проценттер төлеп жүр. Оны мен және банк қызығын көріп жатыр пайыз ретінде. Адамгершілік тұрғыдан қарасаң, логика сол, біздің істеп жатқанымыз сол. Енді депозитке деген көзқарас қандай болады осыдан кейін? Осы енді мынандай нәрсе. Окей, депозитте ақшаңыз жатыр дейік. Не істейсіз оны? Депозитте ақша жатса, пайыз түсіп отыр ғой.
текущий счеттан көрі депозит тиімдірек дедік, иә. Бірақ ол дұрыс, депозитте дұрысырақ варианттар бар. Сөйтіп, сіз не істейсіз? Сіз аласыз да, ойбай, бітті, мына ақшаның бәрі харам болып кетті деп, бір ол ақшаның бәрінен арылмайсыз ғой. Сіз депозитте ақша өсіру ниетімен ұстап отқан жоқсыз ақшаны. Сіз енді ақшаңызды жататын жер ретінде көріп отырсыз. Сөйтіп, мен былай істегенді ұсынар едім, өзім де сөйтіп істеймін. Мен былай істеймін. Депозитте мысалы жатыр ақшам, бірақ мен депозитті бірақ көбейту үшін жатқан жоқ. Бір кошелек сияқты ғой ол да. Еще ана Каспиде, жалпы халықта бірнеше депозит ашып тастауға болады да, қорлар сияқты. Ақша сақтайтын орын деп ойлаймын да оны. Бірақ енді банктың ережесі сол, саған пайыз бере береді да. Мысалы ана жерде 10 миллион, 20 миллион жатса, пайыздар соған сәйкес та. Енді артық пайыз түсіп жатыр, не істейсің? Ол артық пайыз менікі емес ол. Ол ешқандай бір рисксіз келген пайыздар. Мен аламда ол пайыздарды бағана қарыздан қиналып жүрген, кредитке қиналып жүрген туыстарыма, таныстарыма, соларға берем. Солай әділеттірек сияқты. Яғни депозиттегі артық пайыз, артық ақшаны, артық харам ақшаны, мен үшін харам ақшаны мен аламда солай қарызға батып жүрген адамдарға бере салам. Бірақ садақа ниетімен емес, харамнан арылу ниетімен берем да. Яғни мен ешқандай сауап үміттенбеймін оған. Просто бір жаман нәрседен арылып жатқан адам сияқты болам да. Сол кезде әділеттірек сияқты. Бір жағынан банк қинап жатыр мына жақтан, бірақ сен сол банктың пайыздарының бір бөлігін саған берді ғой банк. Аласың, саған қарызыңды жабуға жұмсала берсін дейсің. Енді бұл сондай. Яғни мен солай жұмсауды ұсынар едім. Бірақ ойбай, депозит харам деп бір күйіп кететіндей бір анан жауап ұстап, бір банкіге ондай бір бір артқа кетудің керек жоқ. Депозитте тұрады ақша. Бірақ та пайыз түссе, пайыз сен кемес екен біліп тұрсың ғой, енді ол әділетсіз ғой оны қолдану. Жарайды, инфляция жеп жатыр ана ақшаңды. Пока сен акция анау-мынаулар білмейсің, тек қана депозитті ғана білесің, онда инфляция жеп жатса, бірақ бастысы сен артық пайыз алмайсың да өзіңе. Сол артық пайыздарды неге жұмсайсың бағанадай? Қарызға батып жүргендерге бересің да. Сонда әділеттірек болатын сияқты.